ұлы мұраты сапалы білім мен саналы тәрбие. Бұл жолда ұстаздың рөлі ерекше. Қазіргі мұғалім тек білім беруші ғана емес, әр баланың бойындағы мүмкіндікті танып, оны дамытушы тұлға. Оқушының жүрегіне жол тауып, оның жеке ерекшелігін ескеріп, өмірге бейімдеу заманауи педагогтың басты миссиясы. Мен Еспанова Алтын Игликовна, Астана қаласы әкімдігінің номер 1 арнайы мектеп-интернатының әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау пәнінің мұғалімімін. Өз педагогикалық тәжірибемде әр оқушының ерекшелігін ескеріп, білім беру барысында қолайлы, түсінікті және қауіпсіз орта қалыптастыруға баса назар аударамын. Сабақ басталғанда ең алдымен оқушылардың көңіл күйін көтеріп, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында психологиялық ахуал орнату кезеңі жүргізілді. Бұл кезең сабақтың маңызды бір бөлігі. Себебі оқушылардың эмоционалды көңіл күйі олардың сабақты қабылдауына тікелей әсер етеді. Сондықтан мен оқушылардың бір-біріне деген сенімі мен қолдауын арттырып, өзара жылы байланыс орнатуға арналған біз қандаймыз әдісін таңдадым. Бұл әдіс арқылы оқушыларды шеңберге жинап, қимылмен сүйемелденетін ұранды шумақтарды бірге айтты. Әр сөзге сәйкес келетін дене қозғалысы балалардың қызығушылығын оятып, сабақты сергек бастауға көмектесті. Оқушылар шумақтарды бір-біріне қарап көтеріңкі көңіл күйін айтты. Біз қандаймыз, шұғылалы жаздаймыз, деп қолдарын жоғары күнге қарай көтереді. Қолдаймыз бір-бірімізді, деп бірін-бірінің иығына қолдарын қойып, достық сезімін білдірді. Озық пікіріміз бас бармақпен жарайсың ишарасын көрсетті. Көрсетуге болмайды деп сұқ саусақты көтеріп, әзіл оспақпен ескерту жасайды. Бұл әрекет балалардың психологиялық тұрғыда еркін сезінуіне, сабаққа бейімделуіне, бір-бірін қолдауға және ашық қарым-қатынас орнатуына оң әсер етті. Сонымен қатар, инклюзивті бағытта жұмыс жасайтын сынып болғандықтан, бұл әдіс ерекше білімді қажет ететін оқушылардың да өздерін жайлы, еркін сезінуіне жағдай туғызды. Мұндай сергіту сәті сабақтың басында оқушылардың назарын шоғырландырып, сабаққа деген оң көзқарас қалыптастыруға негіз болды. Осылайша сабақ бастамас бұрын әр оқушының өзін маңызды қабылданған тұлға ретінде сезініп, өз ойымен бөлісуге және белсенді жұмысқа дайын болды. Сабақтың тақырыбын оқушыларға дайын күйінде айтып бермей, оны өздеріне табуға мүмкіндік жасау мен үшін маңызды тәсіл. Сол себепті бұл жолы мен дәмді болжам әдісін қолдандым. Бұл балаларға өте қызық әрі интерактивті әдіс. Алдымен оқушылардың көздерін жұмсақ таңғышпен байлап, үстел үстіне түрлі тағам өнімдерін дайындап қойдым. Олардың арасында пісірілген сәбіз, тұздалған қияр, қайнатылған картоп, алма, мейіз сияқты таныс, бірақ көзсіз оңай ажыратылмайтын тағамдар болды. Әр оқушы кезекпен дәм татып көріп, не екенін жақсылап сезіп, ойша елестетіп, өз болжамын айтты. Біреуі бұл қияр сияқты, бірақ тұзды екен десе, екіншісі сәбіз сияқты, бірақ піскен деп өз ойымен бөлісті. Бұл сәтте олардың көздері жұмулы болса да, көңілдері көтеріңкі, қызығушылықтары жоғары болды. Бұл әдіс арқылы балалар тек дәм сезу қабілетін дамытып қана қоймай, бір-бірін тыңдап, пікір айтуға және болжауға үйренді. Ең бастысы, олар бүгінгі сабағымыз тағам әзірлеу туралы екенін өздері айтып, сабақтың тақырыбын өз беттерінше ашты. Бұл балаларға ерекше мотивация болды. Сонымен, бүгінгі сабағымның тақырыбы ас дайындау. Бұл тақырып тек тағам әзірлеуді үйрену ғана емес, сонымен қатар тұрмыстық өмірде қажет болатын маңызды дағдыларды меңгеруге бағытталған. Сабақ барысында оқушылар тек өнімдерді турау немесе қайнату реттілігін ғана емес, тағам дайындаудың жалпы тәртібін, тазалық сақтау ережелерін және ас әзірлеудегі қауіпсіздік шараларын да үйренеді. Сабақтың негізгі мақсаты ас дайындау реттілігін меңгеру, яғни әр әрекетті кезең-кезеңмен тәртіппен орындау. Бұл дағды тек ас үйде ғана емес, өмірдің түрлі саласында қажет болатын ұқыптылық пен жауапкершіліктің негізі. Сонымен қатар санитарлы гигиеналық талаптарды сақтау, яғни қол жуу,
Құралдарды дұрыс пайдалану, таза жұмыс орны мен өнімдердің тазалығына мән беру балалардың күнделікті өмірінде де маңызды әдетке айналуы тиіс. Бүгінгі сабақта оқушылар қауіпсіздік шараларымен де танысты. Қайнаған су, өткір пышақ, ыстық пеш, барлығы да абайсызда қауіп төндіруі мүмкін. Сондықтан балалар тағам дайындау барысында қауіпсіздік сақтау қажеттілігін түсініп, өз әрекеттеріне жауапкершілікпен қарауды үйренді. Сабақтың маңызды бөлігі тәжірибелік жұмыс. Мұнда оқушылар винегрет салаты мен компотты өз қолдарымен дайындап көрді. Бұл олардың тек теориялық білімін ғана емес, практикалық дағдыларында дамытатын тиімді тәсіл. Олар тағам дайындау арқылы өздігінен шешім қабылдауға, әрекет етуге, ұжыммен жұмыс істеуге дағдыланады. Осы тақырыпты таңдаудағы мақсат оқушылардың тұрмыстық өмірге бейімделу қабілетін арттыру. Сондай-ақ әр баланың күнделікті өмірде өзіне қызмет ете алатындай деңгейге жетуіне жол ашу. Сабақ барысында ерекше білімді қажет ететін оқушыларға да қолайлы жағдай жасалып, олардың жеке қабілеттеріне сай қолдау көрсетілді. Жұмыс соңында оқушылар өз қолдарымен жасаған тағамдарынан дәм татты. Сол сәттегі олардың жүзіндегі қуанышты көру мен үшін үлкен нәтиже. Бірі менің тураған қызылшам тәтті болыпты десе, екіншісі компотымыздың иісі қандай тамаша шықты деп шын көңілден риза болды. Бұл оқушылар үшін тек тамақ емес, еңбектің нәтижесі, шығармашылықтың жемісі еді. Тәжірибелік сабақтың ең үлкен пайдасы балалардың тәуелсіз әрекет етуіне, нақты мақсатқа жету үшін бірігіп жұмыс істеуіне, өз ісіне сенім артуына мүмкіндік беру болды. Бұл тек сабақ емес, өмірлік тәжірибеге алғашқы қадам. Тәжірибелік жұмыстан кейін оқушылар сәл шаршап қалғанын байқадым. Сондықтан денелерін сергітіп, бой жазу мақсатында сергіту сәтін өткізуді жөн санадым. Бұл жолы мен балаларға ерекше қызық болатын нейрожаттығу түрін таңдадым. Алдымен жеңіл, көңілді әуен қойдым. Әуенмен бірге оқушыларға алдын ала дайындалған қарапайым, бірақ ой мен қимылды бірге жұмыс істеуге бағытталған жаттығулар ұсынылды. Бастапқыда балалар сәл шатасып күлді, бір-біріне қарап, "Мынаны қалай істейсің?" деп қызыға үйренді. Бірақ көп ұзамай жаттығуды игеріп, әуен ырғағымен шынайы сергіп, сергек қалыпқа түсті. Бұл сәт сабақты жандандырып қана қоймай, оқушылардың эмоционалдық көңіл күйін көтеріп, сабаққа деген ықыласын арттырды. Осылайша сергіту жаттығуы балаларға әрі демалыс, әрі ми мен дене үйлесімін реттеуге арналған пайдалы сәт болды. Сабақтың келесі кезеңіне олар жеңіл әрі ынтамен кірісті. Сергіту сәтінен соң әр оқушы өздерінің қолдарымен жасаған тағамдарын ортаға шығарып, жұмыстарының нәтижесін таныстырды. Бұл сәт оқушылар үшін ерекше әсерлі болды. Себебі олар тек дәмді тағам әзірлеп қана қоймай, қадам-қадаммен қалай жасағандарын өз сөздерімен түсіндіріп берді. Бірі көкөністерді қалай турағанын, екіншісі компотқа қандай жемістер қосқанын, не үшін солай жасағанын әңгімеледі. Бұл жай ғана тапсырма емес, нағыз өмірмен байланысты тәжірибе еді. Осындай сәттерде мен оқушымның қаншалықты тұлға ретінде қалыптасып келе жатқанын көремін. Әр баланың өз ойын еркін жеткізіп, топ алдында сөйлеп, жауапкершілікпен әрекет ету бұл мектеп қабырғасындағы білім берудің негізгі мақсаттарының бірі. Білім жай ақпарат беру емес, баланың болмысын ашу, оның өзіне деген сенімін қалыптастыру. Мен үшін әр сабақ баламен бірге өсу, бірге үйрену. Әсіресе инклюзивті білім беру жағдайында әр оқушының өзін қауіпсіз әрі бағаланған сезіну өте маңызды.
Бүгінгі сабақта ерекше білімді қажет ететін балалардың да белсенділік танытып, өз мүмкіндіктерін көрсетуі мен үшін үлкен қуаныш. Олардың әрқайсысы пікір білдірісіп, тағам әзірлеуге атсалысты. Бұл тек педагогикалық жетістік емес, адам ретінде түсіну мен қолдаудың нәтижесі. Сабақ соңында оқушыларға өз жұмыстарын бағалап, не ұнады, не қиын болды, не үйрендік деген сұрақтар төңірегінде ой бөлісу ұсынылды. Бұл сәт оқушылардың рефлексия жасау қабілетін, ішкі танымын оятуға бағытталды. Балалар шынайы жауап берді. Бірі алғаш рет тағам дайындап көргенін айтып таңғалса, енді бірі өз бетімен жұмыс істей алатынына қуанды. Кейбір оқушылар өз қателіктерінде мойындап, келесіде неге мән беру керектігін түсінгенін айтты. Сабақ соңында мен торсық әдісін қолдану арқылы кері байланыс алдым. Бұл тәсіл оқушылардың эмоциялық күйін байқап, олардың сабаққа деген шынайы көзқарасын білуге көмектесті. Бұл мен үшін үлкен маңызды, себебі оқушының ішкі әлеміне үңілу сапалы білімнің алғышарты. Мен үшін осындай тәжірибелік сабақтар тек пәндік білім берудің құралы емес, бұл баламен байланыс орнатудың, оны тыңдаудың, түсінудің және тұлға ретінде қабылдаудың мүмкіндігі. Әсіресе ерекше білімді қажет ететін балаларға арналған мектепте жұмыс істей отырып, мен әр баланың шынайы дамуына жағдай жасау ұстаздық парызым екенін сезінемін. Инклюзивті білім беру жағдайында оқушының әлеуетін ашу үшін ең бастысы сенім мен қолдау. Бүгінгі сабақта балалардың әрбір әрекеті, әрбір пікірі ескерілді, бағаланды. Олардың өзін еркін сезініп, өз мүмкіндіктерін көрсетуі менің мұғалім ретінде ең үлкен жетістігім. Мұндай сабақтар арқылы оқушылар тек тағам дайындау ғана емес, бірге әрекет ету, бір-бірін тыңдау, өз ойын еркін жеткізу, қателесуден қорықпау сияқты өмірлік маңызды дағдыларды меңгереді. Бұл болашақ өмірге дайындықтың бір көрінісі. Қорытындылай келе, мен бүгінгі сабағымда тек оқу мақсатына ғана емес, баланың тұлға ретінде қалыптасуына үлес қосуға тырыстым. Бәріміз үшін бұл сабақ ортақ еңбек пен өзара түсіністіктің нәтижесі болды. Ұстаз болу жай ғана кәсіп емес, ол жүрекпен таңдалған жол. Мұғалім әр балаға тек білім беруші ғана емес, бағыт сілтейтін, қолдайтын, түсінетін жанашыр тұлға. Әсіресе бүгінгі таңда білім беру үдерісінің барынша жаңарған заманында ұстаздың рөлі бұрынғыдан да ауқымды бола түсті. Білім бұл тек ақпарат емес, білім өмірлік бағыт. Ол баланың ойлау қабілетін, тұлғалық қасиетін, мінезін, тіпті болашағын қалыптастыратын күш. Мен үшін сабақты жай ғана өткізіп шығу емес, сол білім арқылы баланың ішкі дүниесіне ену, оған сенім ұялату ең маңыздысы. Қазіргі мектеп әртүрлі баланың ортасы. Біреуі шапшаң, біреуі баяу, біреуі сөйлеуге шорқақ, енді бірі еркін ойлайды. Әсіресе ерекше білім қажет ететін оқушылар бізден ерекше сезімталдық пен қамқорлықты талап етеді. Мен оларға тек жеңіл тапсырма беріп қоймаймын, керісінше оларды өз әлеуетіне сендіруге тырысамын. Себебі әр бала мүмкіндіктің иесі. Тек соны уақытында байқап, дұрыс бағыт беріп үлгеру ұстаздың міндеті. Инклюзивті сыныптарда жұмыс істеу ерекше сезім. Бұл жерде балаға білім беруден бұрын оның ішкі әлемін түсіну, жүрегіне жол табу бірінші орында. Кейде бір күлімсіреу, бір жылы сөз бала үшін үлкен демеу. Олар бізден өзгеше емес, тек біз оларды түсіну арқылы ғана шын білімге қол жеткізе аламыз. Бір баланың сеніммен қарап, мен бүгін өзім дайындадым деуі үлкен жеңіс. Бір оқушының маған көмектеспей-ақ қойыңыз, мен өзім істей аламын деуі мен үшін шынайы дамудың көрінісі. Осындай сәттер менің еңбегімнің жемісі. Ұстаз күн сайын дән сепкен бағбан секілді. Ол бүгін сепкен білім
тәрбие, түсіністік дәні ертең үлкен жеміске айналады. Бүгін баланың қолынан ұстау, ертең оның өзіне деген сенімін оятау. Сондықтан мен әр сабағымды тек оқу бағдарламасын орындау үшін емес, жүректерге жол салу үшін өткізуге тырысамын. Әр балаға бір көзқарас, бір қолдау, бір мүмкіндік қажет. Сол мүмкіндікті мен өз сабағымда ұсынуға тырыстым. Және менің ең үлкен жетістігім әр оқушының өзін бағалы, қабілетті, маңызды сезінуі. Сабақ аяқталатын сәт, бірақ оның әсері өмір бойына жалғасады. Менің тілегім әр оқушы осы сабақтан тек тағам дайындау жолын емес, еңбектің қадірін, бірлік пен қолдаудың маңызын, өзіне деген сенімді алып шықса, онда менің мақсатым орындалды деген сөз. Қазіргі білім беру жүйесінің басты талабы оқушыны өмірге бейімдеу, алған білімін тәжірибеде қолдана білуге үйрету. Осы тұрғыдан алғанда, бүгінгі сабағымның өте өзекті болғанын атап өткім келеді. Себебі бұл сабақ тек теориялық материалмен шектелмей, оқушыны нақты өмірлік дағдыға баулыды. Ас дайындау кез келген адам үшін күнделікті тіршіліктің бір бөлігі. Ал оқушылардың өз бетімен тағам әзірлеуіне мүмкіндік беру, олардың өзін өзі күту дағдыларын, еңбексүйгіштік қасиетін қалыптастырады. Бұл әсіресе ерекше білімді қажет ететін балалар үшін аса маңызды. Себебі олар үшін әрбір дербес әрекет дербестікке, сенімге, жауапкершілікке бастар жол. Сабақта оқушылар тағам дайындаудың ретін меңгеріп қана қоймай, санитарлық гигиеналық ережелерді, қауіпсіздік талаптарын, ынтымақта жұмыс істеуді, өз ойын жеткізуді, нәтижеге қол жеткізуді, бәрін іс жүзінде бастан өткерді. Бұл тек пәндік білім емес, тіршілікке қажетті нақты тәжірибе. Бүгінгі сабақтың тағы бір өзектілігі инклюзивті білім беру принциптерімен тығыз байланысында. Барлық оқушылар білім деңгейіне, мүмкіндігіне қарамастан сабаққа белсене қатысып, өз орнын тапты. Әсіресе ерекше балалардың өз еркімен жұмыс істеп, өз еңбегінің жемісін көруі үлкен әлеуметтік қадам. Бұл олардың тек оқу процесіне ғана емес, қоғам өміріне бейімделуіне де жол ашады. Осылайша сабақ білім беру мен тәрбие берудің үйлесімді үлгісіне айналды. Оқушылар үшін бұл тек сабақ тағам әзірлеуді үйрену ғана емес, өз еңбегінің құнын түсіну, ортада өз орнын табу, өзінің қолынан келетініне көз жеткізу болды. Қазіргі білім беру жүйесі жан-жақты дамыған, шығармашыл, өз бетімен ойлай алатын, өмірге бейім тұлға қалыптастыруды көздейді. Бүгінгі сабағым осы мақсатқа қарай жасалған бір нақты қадам деп білемін. Ас дайындау тақырыбындағы бұл сабақ оқушылардың күнделікті өмірде кездесетін, бірақ мектепте сирек тәжірибе жасайтын маңызды саласына арналады. Біз винегрет пен компот әзірлеп қана қойған жоқпыз. Біз бірге жұмыс істеуді, бір-бірімізді тыңдауды, жауапкершілік пен тазалықты, тәртіп пен қауіпсіздікті үйрендік. Әр оқушы өз қолымен жасап, өз еңбегінің нәтижесін көріп, еңбек ету арқылы дамудың қандай қуаныш екенін сезіне алды. Сабақ барысында балалардың көзі жанып, әрекетке қызығушылықпен араласқаны, өзара қолдап, бірге шешім қабылдағаны мен үшін ең бағалы сәттер болды. Әсіресе балалардың өздерін сенімді сезініп, тапсырмаларды орындауда еркіндік танытқаны бұл сабақтың шынайы табысы деп білемін. Мен үшін әр сабақ бір әлем. Онда мен тек мұғалім емеспін. Мен бағыт көрсетуші, қолдаушы, шабыттандырушы тұлғамын. Ал әр оқушы ерекше әлем. Ол өзіне лайықты көзқарасты, қамқорлықты, түсіністікті күтеді. Сол сенімді ақтау менің ұстаздық парызым. Инклюзивті білім беру бұл жай әдіс немесе талап емес. Бұл адамгершіліктің биік көрінісі. Бұл әр баланың шынайы мүмкіндігін көріп, оған сену,
қолдау көрсету. Бүгінгі сабақта мен дәл осы құндылықтарды ұстандым. Балаларға тек тапсырма беріп қоймай, олардың жүрегіне жол табуға тырыстым. Ұстаз үшін ең үлкен нәтиже оқушының көзіне қуаныш ұялату, өзіне деген сенімділікті көру. Мен осы сабақта бұл нәтижеге қол жеткіздім деп сенемін. Өйткені біз бүгін білім алып қана қойған жоқпыз. Біз бірге еңбек еттік, бірге дәм таттық, бірге күліп, бірге үйрендік. Осы сабақта әр оқушы өзін қажет, бағалы, қабілетті тұлға ретінде сезінді. Міне, осы менің кәсіби жолымдағы басты мақсатым. Ал оған жету жолындағы әрбір сабақ мен үшін маңызды белес. Назарларыңызға рахмет.